Сәлеметсіздер ма? Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасындағы оқытушысы Қанапина Беғанша Төлеуханқызы. Қазіргі қазақ тілінің стилистикасы пәні, сабақтың тақырыбы сын есімнің стильдік қызметі. Сын есімдер әлем, тіршілік дүниетанымының ішкі сыртқы бояуларын, оның сыр-сипатын, түр-түсін, қадір-қасиетін таныту мақсатында көркемдіктің нақты сапалы белгісін көрсету үшін жұмсалады. Стилистикалы бағалау категориясы сын есім арқылы беріледі. Сын есімдер функционалдық стильдерге мынадай қызмет атқарады: түсінікті пайымдап ойлау, заттың құбылыстық сапалық мазмұнын ашу, бейнелікті көрсету. Көркем әдебиет стилінде адамның жүзін, бет әлпетін, түр-түсін суреттеуде бейнелі сын есімдерден емес, суреттемелік сын есіммен беру де стильдік бояуға ие. Жалаңаш кеуде, қызыл тұмсық, қойшыда тұтқыштай қара жарғақпай, ысқаяқ кір тонды басқаша лыпа жоқ еді. Жүйрік ат, сұлу атын, иір қайрағы, жігіттің болып өстім боз тайлағы. Сын есімдердің сөйлеу стиліндегі қарапайым формасы да кездеседі. Мысалы, сұлу көркемдік бейнемен айтылады, ал сұлу сымақ деген кекесінді түрде айтылады. Сұлу көркемдік бейнемен айтылады, ал сұлу сөзі сын есім, ол өзі анықтайтын сөзбен тіркесіп, сұлу қыз, сұлу жігіт деп нақты адамның кескін кейпін анықтайтын сөз ретінде алынады. Бір қарағанда сұлу қыз, сұлу жігіт сын есімдерді эмоционалды қызметімен қыздың бейнесін ажарландырып тұр. Ал осы сөз таза стильдік айшыққа айналып, эстетикалық бейнелікке көтеріле алады. Онда сұлу сөзі стилистикалық басқа мағыналық тіркеске еніп, стилистикалық образға айналады. Адам бейнесін, әр сәтін, әр деталін суреттеу, суреттемелік сипатының мәні сұлулық қана беріп қоймайды. Сын есімдер арқылы әр түрлі психологиялық әсер ету, көңіл қуанышын бере алады, құштарлық сезімін оятады. Өмірдің әр кезіндегі жас, орта жас, егде адамның ерік жігерін танытады. Сөз таптарының ішінде сын есім басқа сөз таптарымен салыстырғанда сұлулық сырын ашушы сөз образы ретінде ең көрнекті орынға ие бола алады. Түр-түске байланысты сын есімдермен жасалған тіркестердің қолданысы: аспандағы сабынның көбігіндей ақ мақтадай ақ бұлттар, жұманның құты көк биесі екен, көктайдың алқымына шығып, басқұрт папанға мандан ба бұғылама. Жолға төрт қонып бесіншісі қонақ дегенді әлі әбден біткенде, қардың арасынан өлімсіреп шыққанға ауылдың көгілді түтіні көрінді. Қызыл сын есімді сөзбен жасалған тіркестер: жер көк сен, малдың аяғын қызыл жосын қылып қиып растады. Желікпелі жел құрсақ қызыл айғыр әзіл-мәзіл етуге тор биеге келіп оқырынды. Жалаңаш кеуде, қызыл тұмсық. Тура мағынада түсті білдіретін бір ғана қызыл деген сын есім сөзбен ақын жазушыларымыз әрқилы метафорлық тіркестер жағасығанын байқауға болады. Мысалы, Мұртазаның қызыл жебе тіркесіндегі қызыл сөзі жылқының түсін білдіріп қана қоймайды, сонымен бірге төңкерістің алау жалыны ұғымын да білдіреді. Сондай-ақ жебе сөзде жүйрік жылқыға қойылған атау. Қызыл жебе тіркесі тұтас күйінде Рысқұл мен Тұрардың символдық образын сомдайды. Олардың істері, мінездері, барлық болмыс бітімі садақтан атылған жебе сияқты. Төңкерістің қызыл жебесі бұл жазушының көркемдік шеберлігінің бір қыры. Қазақ тіліндегі есім сөздердің символдық мәнде жұмсалуынан айқын байқалады. Бұндай сөз символдар авторлық ерекшелікті көрсетіп, стильдік қолданбасын анық танытады. Күшейткіш буындар арқылы жасалған сын есімдер: үсті басы аппақ, көп күрең қара қайыс арқасы күнге шағылысып, желінді шеңкелдей ұстап, анда-санда құлаштап бір қойып қалады. Манат нарттай нығман күреске шығарды, қанын ішіне сартып сұп-сұр болды. Қастық сын есімдер жасауда лы өнімді жұрнақ болып табылады. Желікпелі жел құрсақ қызыл айғыр әзіл-мәзіл етуге тор биеге келіп оқырандады. Қарағайдың бұтағында қыл шалбармен мойнынан асаулы бір кісі салбырап тұр. Қосарлану тәсілі арқылы жасалған күрделі қатыстық сын есімдер құрамында туынды сын есімдер қосарланып не қайталанып келеді. Қосарлану тәсілімен жасалған қатыстық сын есімдердің күрделі түрлері жасалу жолына және семантик сипатына қарай топтастырылады. Жасалу жолына қарай бірыңғай аффикстер арқылы келген қатыстық сын есімдердің қайталануы, көлемді, бірыңғай аффикстер арқылы келген қатыстық сын есімдердің қосарлануы, ащылы, тұщылы. Әртүрлі аффикстер арқылы жасалған қатыстық сын есімдердің қосарлануы сулы, сусыз, семантикалық сипатына қарай өзара мәндес қатыстық сын есімдер күшті, қуатты, қарама-қарсы мәндес қатыстық сын есімдер ұзынды, қысқалы.
Қартқожа дамыл көрмейді. Тағы ойлайды, тағы да жақсы-жақсы түстер көреді. Енді қысқа-қысқа әңгімелерді оқытып, пируаттап үйретемін. Қонақ үйдің арты қияты шілеуіттің бер жағы үркердей кісі. Дерексіз затқа қатысты сын есімдер деректі зат атауына қатысты сын есімдерден өзгеше топ құрайды. Семантикалық сипаты жағынан дерексіз затқа қатысты сын есімдер адамның, заттың, жан-жануарлардың, табиғат құбылыстарының алуан түрлі сыр сипатына, қасиетіне, көңіл күйіне байланысты белгілерді білдіреді. Адамның бейімділігіне, икемділігіне қатысты сын есімдер. Жидербайдың әңгімешіл кісіге жұғысқыш білетін кісімпісіп айтқан сөздері тұрпайы екендігі көрініп тұр. Адамның дағдысы мен не қатысты сын есімдер. Болыс, тілмаш, ауылнай, шабарман дегендерді, тағы түрлі адам болып атқа мінгендерді Қартқожа зорламауыз жан алғыш деп ұғытушы еді. Адамның рухани физикалық қасиетіне қатысты сын есімдер. Шіркіндердің басы қалай мықты, жар қабақтау келген жаурынды қара сұр жігіт, көзі қасқырдың көзіндей қып-қызыл омырауын ашып келді, сарбаз қамшысын